Әрине бүгін мынау орны толмас үлкен қайғының куәгері болып отырмыз. Қазақтың үлкен азаматы ағамыз. Ағамызбен өте көп пікірлестік, көп сырластық кезінде. Мен 2003 жылы Өскемен қаласында халықаралық бір қазақ тілінің конференциясын өткіздім. Сонда ағамыз осы Жәнібекпен бірге ұшып келіп, жанкүйер болып бір үлкен жұмыстың басында жүрді. Менің енді жылда мынау МГУ-ге конференцияға келетін жағдайымыз бар. Сондай кезеңде ағамызбен көп кездесетінбіз. Сол біздің әрбір сапарымызды бір күтіп жүргендей әсерде болатын ағамыз. Біз қоңырау соққанда балаша қуанып, қай жердесіңдер деп келіп көп әңгімелестік. Ал енді мынау Москвада тұратын қазақ ағайындар, сіздерге көп рахмет. Осындай ағамызды қастерлеп, қадірлеп, мынау үлкен құрмет жасап келіп отырсыздар. Бұл енді барлық пенденің басында кездесетін жағдай ғой, бұдан қашып кету мүмкін емес. Көзіміздің тірімізде азаматтардың кейде жақсылығында айта алмай жататын кезеңдер болады. Сондықтан ағамыздың жақсы қасиеттерін айтыңыздар бүгін. Еске алайық, жатқан жерінде бір аунап тұрады дейді. Мынау жақсы Құран бағышталып жатыр. Осының бәрі мына қазақ бауырлар, сіздердің үлкен көргендіктеріңіз, сіздердің білгендіктеріңіз. Ал енді Қайдар ағаның отбасына бақыт тілейік. Құда қаласа, мына артында үлкен ел бар, үлкен ағайындар бар. Ағамызды жоқтатпайды деп мен ойлаймын. Мен де осы жолы мынау бір жағынан конференция, екінші жағынан осындай жағдайды естіп, бір күнге арнайы қалып қатысып, осы бір дәмнен ауыз тиейік, Құранына қатысайық деген оймен бүгін біз арнайы қалдық. Ал енді Казгу білесіздер, бұрынғы Қазақ ұлттық университеті, ол жалғыз қара шаңырақ қой Қазақстанда. Мен сонда журналистика факультетінің деканымын қазіргі қызметім. Жақсы жағдайда хабарласып тұрыңыздар. Мамандығым заңгер болғанмен, заңгер журналист деп соңғы жылдары журфакты басқарып жүрміз. Ол туралы енді интернетте басқада көп мәліметтер бар. Сондықтан бұл өмір қаза, ол өз жайымен, ал өмір жалғаса береді. Сондықтан мынау тіршілікте хабарласып тұрайық. Ал Оқан деген бауырымыз Казгуден келіп десеңіздер, есте қалсын әр уақытта бір-бірімізбен. Бұл өмірде бәріміз бір-бірімізге керекпіз, жанашырмыз, себепкер болуымыз керек. Ал енді әдебиет, журналистика болмаса, бұл өмір тоқтап қалады. Сондықтан мына біздің Тұрсынай апайымыз отыр ғой мына. Қазақстан жазушылар одағының Ресейдегі, Москвадағы өкілі. Міне осындай апамызды да сыйлаңыздар. Бұл кісі елші. Мына екі елдің ортасындағы елші. Біздің көзіміз. Қалған нәрсенің бәрі олигарх болсаңыздар да ұмытып кетеміз кейде. Ал енді әдебиетті ұмытпаймыз. Бұл да үлкен әдебиеттің жанкүйері, біздің Жәнібек сияқты бауырлардың көп болғанын қалаймын мен. Ал бәріңізге бақыт тілеймін. Мынау ағамыздың әлі жылы болады, сонда да келерміз, қошемет жасаймыз. Қалған бауырлар осындай бір тату болып өмір сүре беріңіздер.